Сәлем достар, сенің Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Мен көптен бері видео салған жоқпын. Неге екенін білгіңіз келсе, мен просто видео салғым келген жоқ. Өйткені біліп тұрғандарыңыздай кішкене просмотрларда деп қалды. Сондықтан және менің арнама 900 тіркелуші жиналды. Барлықтарыңа көп рахмет. Егер де біздің арнамызда тағы да 100 адам қосылса, 1000 тіркелуші болады. Және 1000 тіркелуші жиналғанда мен конкурс жасайтын боламын. Сондықтан тезірек менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал бүгінгі видео бізде скетч болады, яғни егер де балалар ата-аналарына шындықты айтса қалай болар еді деген. Бұл видео тек қана орысша айтқанда исключительно күлкі үшін, сондықтан әрине бұл күлкілі болса. Және видеоның тақырыбына көшейік. Мен келдім. Келдің ба? Не мына темекінің иісі шығып тұр ғой? Сен маған айтпай темекі шегіп жүрсің ба, тәңгелеттің баласы? Ох, конечно же, иә. Мен сені сезіп жүрген шығар десем, мен темекі шегетінді. Мен осы баланың сабағын көрмесем, тіпті соңғы жүріп бұрылып жүр. Ал Бекзат, күнделігің қайда? Күнделігіңді бер маған. Бағаларыңды көрейін. Күнделік. Мен осы аптада 3-2 алдым, 2-3 алдым, сосын тағы да 1-2 алдым. Және де менің ағылшыннан беретін апайым сені сабаққа шақырып жатыр. Сабағымды жаман оқығаным үшін. Және мен күнделігімді осыдан арғы күні лақтырып жүрген болатынмын. Бірақ сен оны мені жоғалтып алды деп ойласаң болады. Және мен сабақтарым барлығы жақсы. Саған көмектесейін ба? Көмек керек емес пе? Ойбай, мына бала не дейді? Не бүлдірдің тағы? Не керек саған? Жоқ, ештеңе бүлдірген жоқпын, жай ғана саған көмектескім келді деп айтпай-ақ қояйын. Короче, сен кеше маған 5000 теңгенің 2000 теңгесін құрт деп едің, және мен оның барлығын құртып тастадым, және үйдің кілтін жоғалтып алдым, және телефон бетін сындырып алдым, және сабақтан 2 алдым, және де маған тағы да 5000 теңге керек. Бүгін сабаққа бармай-ақ қояйыншы, қатты ауырып тұрмын. Қай жерің ауырып тұр? Шынын айтсам, мен алгебра жасаған жоқпын, геометрия жасаған жоқпын, және де кеше лекция жазбағандықтан апай сабақ ұрсады. Және де мен мектепте проблемалар көп, сондықтан мен еш жерім ауырып тұрған жоқ. Сабаққа бармай қойсам болады ма? Неғып кеш келдің? Мен сабақтың ерте шығып, балдармен қыдырдым деп айтпай-ақ қояйын, сенің естігің келіп тұрған затты айтайын. Сабақ біткеннен кейін мен жарысқа дайындауға алып қалды, және жарысқа дайындық біткеннен кейін біз ағылшыннан отырып тест жаздық, және де мені алдағы болатын экзамендерге дайындады. Алло, Бекзат, үйді жинап қойдың ба жақсылап? Мен келіп қалдым, где-то 7-8 минуттан келем. Сен ойнап тұрсың ба? Мен ыдысты және үйді сенің келетіңе 5 минут қалған кезде жинаймын. Давай. Достар, осымен осы видеоның соңына да жеттік. Осы видеоны жатырыңызын басып, менің арнама тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпа. Және осы видеода біз 90 лайк жинап көрейік.